Балқаш көлінің жағасынан өлі шаяндар табылды. Тұрғындар назарын өзіне аударған мына өлі шаяндарды видео таспаға түсірген балқаштық тұрғын редакциямызға жіберген еді. Онда су жануарларының кейбірі өлі, енді бірі шала жансар күйде. Өлі шаяндар төңірегінде туындаған көп сұрақтың жауабын мамандардан сұрадық. Балқаштық ихтиологтар бұл мәселеден тыс қалмады. Қалалық саябақ медициналық колледж ескі алаң маңдарына жақын аумақтағы көл суынан сынама алып зертханаға жіберді. Алынған судың құрамына қазір талдау жасалып жатыр. Мұндағы зерттеулер сондай-ақ көл суының ластану себебін де анықтауға мүмкіндік береді. Нам были доставлены сегодня 3 пробы. Бүгін зертханамызға 3 су сынамасы әкелінді. Гидрохимиялық анализ барысында су құрамындағы органикалық заттар, иондық құрамы және биогендер анықталады. Зерттеу жұмыстары бірнеше күнде дайын болады. Зерттеу қорытындысы бірер күндерде дайын болады. Десе де мамандар шаяндар өліміне қатысы бар деген бірнеше себепті атады. Олар өлексемен қоректену кезінде белгілі заттармен уланып қалуы мүмкін, немесе механикалық жолмен, яғни қармаққа ілінуі мүмкін. Бұл жерде қоршаған ортаның әсері бар десек, онда мына жерде тек шаяндар емес, су түбіндегі тіршілік көзінің бәрі де бетіне шығар еді. Алайда біз көрген видеода тек шаяндар. Балық шаруашылығы өндірістік орталығының мамандары жануарлар және орман шаруашылығын қорғау инспекциясымен бірлесе отырып, көл жағасын аралап көрді. Алайда жағада жатқан шаяндарды таппады. В воде бы обнаружилось бы. Жұмыс барысы бойынша сыртта жатқан шаяндар белгіленген жоқ, бірақ соған қарамастан судың сынамаларын алдық.